Сәлем, менің сүйікті оқушыларым. Бүгін біз 7-ші модульдегі сабағымызды жалғастыратын боламыз. Олай болса, 104-ші бетті ашамыз. On page 104, exercise 9, listen and read. Бұл жерде 9-ші жаттығуда бір әңгіме берілген, я. Сол әңгімені біз қазір сурет бойынша оқитын болам және аударатын болам. Мені мұқият тыңдап, менен кейін қайталап оқып шығыңдар оқушылар. Олай болса, бастаймыз. Бірінші суретке қараймыз. Daisy and her family are getting ready for their summer holiday. Daisy және оның отбасысы жаздық демалысқа дайындалып жатыр, я? Енді қараймыз. Daisy мен мам. Daisy: This is going to be a great holiday. I'm going to swim all day. Mom: Don't forget your goggles. Daisy айтады, бұл өте керемет демалыс болайын деп жатыр, мен күні бойы шомылатын боламын дейді. Ал анасы болса, онда өзінің көзілдірігіңді, яғни жүзгенде киетін көзілдірігіңді ұмытпа дейді. Екінші суретте Dad: I'm going to fishing every day. I can't wait. Mom: Don't forget your fishing rod. Ал әкесі болса, мен күні бойы балық аулаймын дейді. Мен соны асыға күтіп жүрмін дейді. Анасы болса, онда өзінің қармағыңды ұмытып кетпе дейді. Үшінші суретке қараймыз. Daisy's sister: I'm going to play on the beach all day. Mom: Don't forget your sunscreen. Дейзидің әпкесі сіңілісі болса, мен күні бойы жағажайда ойнаймын дейді. Онда анасы мына күннен қорғанатын кремді ұмытпа дейді. Төртінші суретке қараймыз. They are putting everything in the car. Dad: That's everything. We are ready for our holiday. Get in the car. Mom: Don't forget your map. Олар барлық заттарын көлікке салып, әкесі айтады, мына жерде барлығы бар, біз дайынбыз, көлікке мініңдер деп айтады. Анасы болса, картаны ұмытып кетпе деп айтады. Келесі суретке қараймыз. Бесінші. Later that day, they are unpacking the hotel. Яғни сол күні кешірек, олар қонақжайға келіп орналасқаннан кейін, анасы айтады. Oh no, we forgot to bring Bella. Daisy: Poor Bella, she is home alone. Яғни анасы, біз Белланы өзімізден бірге алуды ұмытып кеттік қой дейді. Яғни Белла ол олардың кішкентай ғана күшігі болатын, я? Яғни Daisy болса, байғұс Белла, ол үйде жалғыз қалды ғой деп айтады. Енді соңғы суретке қараймыз. Алтыншы. Мистер Фолли айтады, яғни телефон соғады, я? Мистер Фолли. Ол болса, Hello, it's Mr. Foley here. Don't worry about Bella. She's going to have a great time with Buster and me. Сәлем, мен мистер Фолли боламын. Белланы уайымдамаңдар, ол біздің үйде Бастермен бірге өте қызықты уақыт өткізіп жатыр деп айтады. Міне оқушылар, жалпы әңгімеміз осы жайлы. Енді біз келесі беттердегі тапсырмаларды осыған қарай орындайтын боламыз. Олай болса, on page 105, 105-ші беттегі exercise 10, read the story and correct the mistakes. Яғни сөйлемді қате жазған, біз сол сөйлемдердегі қатені дұрыстап жазу керекпіз, яғни әңгімеге қарап. Олай болса, біріншісін оқимыз. Яғни мен қазір дұрыстап жазып кететін болам. Daisy wants to buy souvenirs all day дейді. Ол бізде дұрыс емес. Daisy wants to swim all day. Яғни Daisy күні бойы шомыламын деп айтты, я? Келесі. Daisy's dad wants to fishing every day. Үшінші. Daisy's sister wants to play on the beach all day. Төртінші. Bella is having a great time with Mr. Foley's dog. Міне осылай дұрыстайды екенбіз. Енді келесі exercise 11. Read the story again and choose the best title for the story. Яғни бұл жерде 3 нұсқалық берген. 3 нұсқаның ішінде біз жаңағы әңгімеге сәйкес келетін тақырыпты таңдау керек екенбіз. Бірінші. A. Bella's holiday. B. Bella and the Buster. C. Holiday for all. Яғни барлығына бірдей демалыс дейді. Бізде жауабы осы C болады, я? Holiday for all болады екен. Келесі exercise 12. Act out the story. Яғни бұл бізде ауызша тапсырма. Жаңағы әңгімені жақсылап оқып, айтып беру керек екен біз оқушылар. Next, exercise 13, talking point, listen and read, make a new dialogue with your friends. Яғни бұл жерде бізге мысал ретінде диалог берілген. Сол диалогты жасылмен жазған сөздерді өзгерту арқылы біз жаңа диалог құрастыру керек екенбіз. Мен мысал ретінде құрастырып кеттім. Балалар жазып алсаңдар болады, немесе өзгертіп те жазсаңдар болады екен. Келесі бізде exercise 14, listen and repeat. Бұл жерде дыбыстық тапсырма, sound spot, S пен H қосылса, балдар есімізде болсын,
сосын S пен H әріпі қосылса, Ш деген дыбысты береді екен. Ал C мен H әріпі қосылса, онда Ч деген дыбысты береді екен. Ш және Ч дыбыстары. Енді қазір оқимын. Бірінші бізде sheriff, екінші бізде cash, төртінші check, Ч әріпі check, және соңғысы rich. Яғни, міне осылай Ш және Ч дыбыстарын береді екен. Осыған орай 15-ші тапсырманы орындаймыз. Exercise 15, complete and listen and check. Read. Мына жерге жаңағы әріптерді қойып шығу керекпіз. Мен қойып оқып шығамын. The rich sheriff wants to give a check and some cash to charity деген сөйлем шықты. Міне осылай жазып аламыз, оқушылар. Енді келесі бетті ашамыз. On page 106, 106 бетте planets 1, яғни планеталар туралы тақырыпта тапсырмалар берілген. Exercise 16, listen, point and repeat. Тыңда және қайтала дейді. Яғни мына жерде планеталар берілгенде оқушылар, мен қазір оқылуын оқып беремін. Қайталап шығамыз. Бірінші Jupiter, Neptune, Saturn, Venus, Venera, Mars, Uran, Mercury, Sun, күн, Earth, жер. Міне осы планеталарды жаттап алсақ болады, оқушылар. Енді келесі тапсырмаларға қараймыз. Осыған орай Exercise 17, do the quiz and collect planets, check your answers with your teacher online. Яғни бұл жерде сұрақтар қойылады, соның дұрыс нұсқасын тауып, кейін оны есептеп, астындағы жауапты оқысақ болады, оқушылар. Мен қазір тек қана жауаптарын айтып өтетін боламын. Бірінші бізде бірінші сұрақтың жауабы ол бізде A болады, Mercury. Which planet is closest to the sun? A. Mercury. Which planet is the largest? Екінші сұрақ. Jupiter. B жауабы. Үшінші сұрақ. Which planet has got rings around it? Жауабы B. Saturn. Төртінші. Which planet has got 14 moons? Жауабы A. Neptune. Бесінші. Which planet is the seventh planet? Жауабы A. Uranus. Және алтыншы. Which planet do people call the red planet? Жауабы A. Mars. Міне осылай орындасақ болады, оқушылар. Енді келесі бетті ашамыз. Ол бізде Exercise 18. Жалпы үстінде бізде study spot тұр, ереже тұр, балдар. Бұл жерде шақтар берілген. Бірінші сөйлемді оқимын. Dog lives on a different planet. Бұл бізде дәл осы шақ, яғни present simple-да тұр. Өйткені мен оны етістігінен біліп тұрмын. Lives бізде етістігі, live етістігіне бізде үшінші шақта S жалғанып тұр. Сондықтан ол дәл осы шақ present simple болады. Екінші, he went to Mars 3 months ago. Бұл жерде бізде етістігіне қарай, бұл өткен шақта, яғни go деген етістіктің өткен шағы беріліп тұр, went деп. Сондықтан бұл past simple. Келесі, he is visiting Earth now. Бұл нақ осы шақ. Бұл бізде етістігінде to be-дің артына ing жалғанып тұр. Және келесі, he is traveling to Venus tomorrow. Бұл бізде келер шақ. Міне осылай етістіктеріне қарай біз қай шақта тұрғанын тауып біліп отыратын боламыз, оқушылар. Енді 18-ші тапсырмада read and complete. Осы етістіктерге қарай біз қойып шығу керекпіз. Бірінші тек жауаптарын айтып кететін болсам, бірінші бізде call it, екінші are coming, үшінші етістік бізде are exploring, төртінші discovered, бесінші are living, алтыншы travels, жетінші walk it, және сегізінші сөйлем use болады екен, оқушылар. Келесі бізде exercise 19, let's play. Бұл ойын, оқушылар, яғни сұрақтар берілген. What, why, when, how often, who, where, how many. Осы сұрақтарға, сұрақтарды өзіміз қалағанын қойып, ойын ретінде жауап берсек болады екен. Мен бір-екі мысал қалдырып кеттім. Why do people call the Mars red planet? Because its color is red. Екінші, when did Marshall discover Uranus? In 1789.
81 деген сияқты сұрақтар қойып, немесе өзгертіп те қойып жазуға болады екен оқушылар. Енді келесі бетті ашамыз. My dream holiday alliance, яғни менің арманымдағы демалыс деп айтады. Бұл жерде екі адам берілген. Mark from Edinburgh, Эдинбургтағы Марк туралы, немесе Ellie from London, Лондондағы Элли туралы екен. Бұл жерде суретке қарап қалып кеткен сөзді табу керек екенбіз. Exercise 20, 20-ші тапсырмада бізде бірінші C қалып кеткен, оны жазып қойыпты. Екінші windows, үшінші суреттің қасына fish, төртінші суреттің қасына planet, бесінші суреттің қасына alliance, және алтыншы суреттің қасына space suite деп жазып шығады екенбіз оқушылар. Мен мына жерде орын ауыстырып қойыппын, бірақ ештеңе етпейді, орын-орынмен дұрыс қойып шықсаңдар болады оқушылар. Енді келесі Exercise 21, read and circle. Екі сөз берілген, сол сөздің дұрысын қойып жазу керекпіз. Мен жерге қалдырып кеттім. Бірінші әнді, екіншісіне ештеңе қойылмайды, үшіншісі any, төртіншісі but, бесіншісі артиклі, алтыншысында ештеңе қойылмайды, жетіншісінде the, сегізіншісінде n деген артиклі қойылады екен оқушылар. Енді келесі 109-шы бетті ашатын болсақ, 22-ші тапсырмада өлең берілген. Мен қазір ол өлеңнің оқылуын оқып шығамын, мұқият тыңдап алыңдар. Oh, what a great world this will be when we can go on holidays under the sea. We'll spend the night in glass hotels and sleep in beds like big seashells. In the summer of 2079, what will we do at holiday time? Where will we go? What will we see? Who knows how the future will be? The world will be a brilliant place when we can holiday in outer space. We'll have a barbecue on Mars and might fly around the cool space cars. дейді. Жалпы бұл болашақ туралы айтылған, я? Енді 20-ші тапсырмада осыған тақырып берілді деген. Бізде тақырыбы future holidays, яғни болашақтағы демалыс деп айтады екенбіз. Соңғы тапсырма read and write the alliance names. Мына жерде бізде 4 өзге ғаламшарлық берілген. Біз мына мәтінді оқып отырып, кім қайсы ғаламшар екен табу керекпіз. Мәтінді мұқият міндетті түрде оқып шығыңдар. Мен қазір оқысам көп уақыт кетеді, сондықтан мен тек қана жауабын жазып кетемін. Бірінші бізде Банго, екінші Дало, үшінші Йонта, төртінші Флугл деген өзге ғаламшарлық екен оқушылар. Түсініксіз болған жерлерде сұрақ қойсаңдар, комментарияға жауап беремін. Келесі кездескенше сау болыңдар.